Қазіргі таңда қаламызда интернет қолданушыларға қатысты алаяқтық қылмыстарының саны ұдайы өсуде. Осындай түрлі алаяқтардан сақтану үшін төмендегі жолдарды ұсынамыз. Белгісіз тұлға түрлі сылтаулармен сізден жеке куәлік нөмірін, әлде банктың есеп шотыңыздың нөмірін сұрап, немесе электронды түрде фотоға түсіріп жіберуін сұранса, келіспеңіз. Өзіңізге ғана тиесілі жеке мағлұматпен бейтаныс азаматтармен бөліспеңіз. Егер де қандай да бір әлеуметтік желі арқылы Instagram, ВКонтакте, Facebook өзінің қызметтерін арзан, жедел ұсынған, немесе тауарды сату мен сатып алуға лайықталған сайттарда OLX, Колеса, Крыша арзан бағада тауар көріп, оны сатып алу үшін көзіңізбен көрмей жатып алдын ала ақысын салуды талап етсе, асықпаңыз. Өздеріңіз тексерген сенімді сайттарда және алдымен тауарды алып болған соң, оны төлейтін жарнамаларға ғана сеніңіз. Сіздің ұялы телефоныңызға белгісіз тұлға хабарласып, өзін банк қызметкер ретінде таныстырып, өзіңіздің есеп шотыңыз бұғатталғанын айтып, ұялы телефоныңызға келіп түскен SMS хабарламаны айтуын талап етсе, сенбеңіз. Алдымен банк бөлімшесіне барып, немесе банктың сенім телефонына хабарласып, көз жеткізіңіз. Сізге белгісіз тұлға ұялы телефоныңызға хабарласып, түрлі сайттарда немесе банк өткізіп жатқан ұтыс ойынның жеңімпазы болдыңыз. Ұтысты алып кету үшін ұтыстың тиесілі пайызын арнайы есеп шотқа салуын сұранса, сенбеңіз. Алдымен ресей парақшада жарияланған жарнаманы көріп, немесе сол жерде көрсетілген телефон нөміріне қайта хабарласып, көз жеткізіңіз. Жоғалған немесе ұрланған жеке құжаттарды қолдана отырып, алаяқтар электронды несие алу мүмкін. Соған байланысты өздеріңіздің жеке құжаттарыңызға ұқыпты болуға кеңес береміз. Егер де айтылып өткен жағдайлардың құрбаны болып немесе куәсі болсаңыз, 102 телефонына жедел түрде қоңырау шалыңыз.